Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өзім сатып алған мастер-класстағы рецепті сіздерге тегін ұсынбақшымын. Bir жасағаннан өте сәтті болып шығады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай пышақпен алғанның өзінде жыртылмайды. Бұл рецепті дайындау үшін бізге 4 жұмыртқа қажет, 1 шай қасық тұз қажет, жарты шай қасық ас содасы қажет. Одан кейін 6 немесе 8 ас қасық қант қосамыз. Құрметті достар, егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, алдыда осындай тегін мастер-класстағы рецептерді күтетін болсаңыздар, міндетті түрде тіркелу батырмасын басып кетіңіз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз да, оның үстіне 400 грамм сүтімізді құямыз. Тағы бір жақсылап араластырамыз. Одан кейін 350 грамм ұнымызды қосамыз. Барлығын бірден қосып жібермеңіздер, аз-аз мөлшерден осылай қосып араластырып отырамыз. Мінекей бізде қою масса шықты. Арасын байқап тұрсаңыздар, түйіршіктер бар. Осы түйіршіктерді қаттырақ венчикпен ұрып араластырып жібереміз. Сол кезде түйіршіктерінің барлығы кетеді. Одан кейін үстіне 400 грамм қайнаған ыстық суды құямыз. Алдын ала суымызды ысытып аламыз. Мінекей енді барлығын ақырын ғана жаймен араластырамыз. Біздің қою массамыз сұйық массаға айналуы керек. Мінекей барлығын жақсылап араластырдық. Одан кейін үстіне 6 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Қыздар, сіздерге түсінікті болу үшін барлығын видеода асықпай көрсетіп жатырмын. Мінекей сұйық майымызды құйғаннан кейін барлығын араластырамыз. Видеода көріп тұрсаңыздар, бетінде сұйық май қалқып жүр. Егер сіздер ұзақ араластыратын болсаңыздар, оның барлығы біздің тестамызға, қамырымызға сіңіп араласып кететін болады. Араластырып болғаннан кейін, егер сіздерде қою масса шығып тұрса, үстіне тағы да кішкене ғана қайнаған ыстық су құямыз. Әрбір жасаған сайын біз қамырымызды араластырып тұруымыз керек. Табамыз міндетті түрде ыстық болуы керек. Жарты ожау қамырымызды құямыз табамызға. Газдың астын орташа отқа қоямыз. Қатты отқа қоймаңыздар, себебі қатты қызып кетеді. Одан кейін міне піскен кезде жан жағы кішкене қызарып бастайды. Сол кезде сіздердің блинчиктарыңыз дайын деген сөз. Сол кезден бастап аударып бастайсыздар. Болмаса, осылай пышақпен ашып қарап көрсеңіздер болады. Осылай піскен блинчиктарымызды газеттің үстіне қойсаңыздар болады, немесе 2 ыдыс алып, осылай алма-кезек бірінің үстіне бірі жабысып қалмас үшін, ыстықтай жабысып қалмас үшін 2 тәрелкеге кезек-кезек қойып отырсаңыздар болады. Мінекей өздеріңіз көргенде өте жұмсақ, нәзік блинчик пайда болды. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде 30-35 блинчик шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.